Өмір жалған өтпелекен қасқағым. Жанға жара салатығын басқа мұң. Көндік алмай сенсіз атқан әр таңға қиып түскен сұм тағдырған алдық. Қимасақ та, қиналсақ та амал не? Қол жеткізбес сағымдайсың, енді сен. Жүріп келеміз, шыдап сабыр төзіммен, көрген түстей өткізген сәт өзіңмен. Жылағанмен қайрылмайсың білеміз, жұмақтық бол, бір Алладан тілеріміз. Пенденің пешенесіне пешілген қамшы сапты ғұмырдың баянды болғаны бақыт қой. Айтпай келетін ажалдың айтқызбай қоймайтын сөзі қалмайды. Бұрынғылардың 5 күндік жалғанның опасыздығын баян еткенде, бергі жақпен қабылдап жүрген басымыз алдымыздан ақиқат келбетпен жолғатын сездік пе? Күні кеше арамызда айрықша орны бар асыл азамат, досқа адал, ағайын туысқа жанашыр, қимаста, сыйласта, сырласта бола білген ардақты бауырымыз Асхат Сатыбалдыұлынан айрылып аза тұтқанымызға міне 1 жылдың 100 болыпты. Артында аңырап ата-анасы, отбасы қалды. Әулеттің қабырғасын қайыстырып кеткен қайғы жан жарасы әлі де жанымызды сыздатады. Өткеннің бағасын, ғажайып күндердің қадірін жақыныңды жоғалтқанда түсінеді екенсің. Өміріңді нұрға, жырға, сыйға толтыратын жақындарыңның аман, бауырыңның бүтін болғанына не жетсін? Ал Құдай қосқан қосағыңнан айырылу қанатыңның қайрылғанмен тең. Бірақ тағдырдың ісіне амал қайсы? Қоңыр күз келіп жеткенде жанымыздың бір бөлшегіндей болған жайдары жаннан айырылып қалдық. Осылайша мінезі көркем, болмысы ерең, бір ғұмырдың үлесі мәңгілік кетейді. Ол өмірде орны бөлек жан еді. Ақ пейілмен, кең жүрегімен танылған абзал азамат, сүйікті ұл, адал жар, асқар таудай әке, қимас дос бауыр бола білген ардақты жан Асхат Сатыбалдыұлы ортамызда жүргенде өмірдің жалғандығын сезінбеуші едік. Ол аз ғана ғұмырында мағыналы тірлік кешіп, түрлі қызметтерді абыройлы атқарды. Оның өмірнамасына зер салсақ, қоңырқай болса да қанағатты ғұмыр кешкендігін, ең бастысы отбасы үшін барын сала еңбектеніп, күрделі өмірдің өзін көркем көрініске айналдыра білгенін аңғарамыз. Сонымен Есмұратов Асхат 1986 жылы 4 тамызда Атырау қаласында дүниеге келді. Әкесі Есмұратов Сатыбалды мен анасы Мұхамеджанова Клараның кенжесі. Ағасы Ринат пен апасы Маржанның айтқанын ек етпейтін елгезек. Ерке болса да, ата-анасына әрдайым қолғабыс етіп жүретін естілігі, зеректігі бөлек жеткіншек болды. 1992 жылы Сырымдатов атындағы орта мектептің алғаш табалдырығын аттады. Оқу ошағының қабырғасында жүріп ақ белсенділігімен көзге түсті. 2001 жылы 9 сыныпты аяқтап, Атырау қаласындағы аграрлық техникалық колледжге қабылданды. Аталған білім ордасынан алған 3 жылдық ілімнің нәтижесінде автомеханика мамандығын иеленеді. Еңбек ете жүріп, Атыраудағы Сафи Өтебаев атындағы мұнай және газ институтында білімін жалғастырады. 2010-2012 жылдары Империал Табако Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сауда өкілі болып қызмет етті. Сауда саласындағы аз-кем тәжірибесінен кейін нарық заманына сай тірлік етсем, өзінің жеке кәсібін ашсам деген мақсаты болды. Және де сол ойын 2013 жылы жүзеге асырып, жеке май ауыстыру бекетін іске қосты. Бұл бизнесі әлі күнге өз жұмысын атқарып тұр.
Қай қызметте де болсын, Асхат Сатыбалдыұлы өзінің турашылдығымен, іскерлігімен, еңбекқорлығымен ұжымына, айналасын қаумалаған баршаға танылған жан еді. Еңбегі жемісті азамат бақытты отбасында қалыптастыра білді. 2015 жылы 16 тамызда жұбайы Мұқашева Жайлаш Сырым қызымен бас қосып отау құрды. Махмұд Әли, Биярыслан және Марғұлан есімді ұлдары өмірге келді. Асхат ұлдарының әр қадамына, әр жетістігіне жас балаша қуанатын. Жұмыстан шаршап келсе де, олардың еркелігін көтеріп, балалық тілегін орындауға тырысатын. Оның армандары көп еді. Әттен 40-тың қырқасына да шығып үлгермеді. Небәрі 36 жыл ғұмыр кешіп, арамыздан жастай кетті. Жанымызды қинайтын осы. Асхатжан бәрімізге бауыр еді. Жақынынан аянбады, барын берді. Кеттің ау, арқалап арманыңды, бұл тағдыр неге сонша ауыр еді. Жарқ еттің ау, жалғаннан жарығым деп. Отырмыз біз егіліп көңіл жүдеп. Жақындықтың үлгісін сенен көрдік. Ағайынға әрдайым болдың тірек. Жаның таза, дархан еді жайлау жағаң. Орның ерек біз үшін шексіз бағаң. Батыл, көпшіл, сенімді серік едің, қасиетіңмен ағайынға мақтан болған. Пейіліңе сыйып кетер сайын дала, кіршіксіз көңіліңе жұқпас жала. Дұқ етеміз жұмақтан көрінсін деп, жаратқан рахымына алсын пана. Амал нешік, қолымыздан келері рухыңа бағыштап Құран оқу. Алланың ісіне кім қарсы келер? Қаза ортақ, өлім хақ деген. Бұл дүниедегі адамзаттың мәңгілігі жоқ. Ең бастысы отбасың аман болсын, балапандарыңның ғұмыры ұзақ болсын екен дейміз. Бүгінгі жайған дастарханымызда, жайылған көңілімізде Асхат бауырымыздың асыл рухы бірге жүргендей болады. Ол бақиғаттанып кеткенімен, кезінде елге жасаған игістерімен ізгі ниеттері жоғалып кеткен жоқ. Бұл нұрлы қасиеттер көз көргендердің тыныс тіршілігімен жалғасын тауып келеді. Жанашыр бауыр, жасампаз жан, көзден кетсе де көңілден кетпейді. Көзі тірісінде үлкенмен де, кішімен де жұғысып, барша ағайын туыс, дос жарамен сыйластықтың үлгісін таныта білген қимас бауыр, адал жар, Асқар Таудай әке, Асхат Сатыбалдыұлының жақсылығы қашанда біздің жүрегімізде мәңгілік сақталмақ. Әрдайым тілеуімізді тілеп, ауыртпалығымызды көтеруге дайын тұратын, басымызға түскен қайғымызды азайтып, қуанышымызды көбейтуге тырысқан сіздей бауырымыздың болғанын мақтан тұтамыз. Жаратқан мәңгілік мекеніңді жұмақтан етсін.